2020 бағдарламасына қатысуға 171 кәсіпорын ниет білдірген. Оларға жұмсалатын қаражаттың мөлшері 147,8 миллиард теңге. Бұл істе машина жасау, құрылыс материалдары және химия индустриясы белсенділік танытуда. 2011 жылға арналған әлеуметтік экономикалық даму болжамы бойынша экономикалық өсім 7% болады. Бұл ақпан айында жасалған болжамдағыдан 2% жоғары. 2011 жылы өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 6%-ға ұлғаяды. Өнеркәсіп өндірісінің артуына тау-кен өнеркәсібінің 3,6%-ға, өңдеу өнеркәсібінің 9,7%-ға өсуі ықпал жасайды. Алынатын өнім көлемі 81 миллион тонна болмақ. Тауарлар экспорты 76,3 миллиард доллар, импорт 38,4 миллиард доллар болады. Отандық экспорт биылғы жылдың бірінші жарты жылында 45 миллиард долларды құрады. Бұл өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 52%-ға көп. Оның ішінде өндірілген тауарлардың экспорты 35%-ға өсті. Оның мөлшері 10,3 миллиард доллар болды. Еңбек өнімділігінің кешенді артуы аса маңызды міндет болып табылады. Қазақстанда егер тұтастай экономика бойынша қарайтын болсақ, бір қызметкер жылына 17 мың доллардың өнімін өндіреді екен. Дамыған елдерде бұл көрсеткіш 90 мың доллардан асып түседі. Қорытынды түсінікті, бізге жағдайды түзету, өнімділікті арттырып, инновацияларды енгізу керек. Басқарудың барлық деңгейінің жұмысына баға беру мен жаңағы өлшемдер бойынша қаржылай қолдау көрсету және бақылау үкіметтің басты міндеті болады. Инновациялар ғана еңбек өнімділігінің шұғыл артуына қол жеткізеді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа 10 жылдық жаңа экономикалық өрлеу Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері жолдауынан 29 қаңтар 2010 жыл. Петропавл қаласындағы Мұнаймаш акционерлік қоғамы биыл 1,5 миллиард теңгеге қондырғыларын жаңартпақ. Бұл кәсіпорынның шетел нарықтарына да шығуына мүмкіндік бермек. Как вы знаете, өздеріңізге мәлім, соңғы 50 жыл ішінде өндірістік база жаңартылған жоқ. Соның салдарынан біз қондырғылар мен технологиялар жағынан біраз артта қалып қойдық. Елбасы қойған өндіріс көлемін ұлғайту, тауардың өзіндік құнын төмендету, еңбек өнімділігін арттыру, энергия шығынын азайту секілді міндеттер өнімділік 2020 бағдарламасы аясында іске асырылуда. Мұның барлығы әрине өнімнің сапасының артуына алып келетіні сөзсіз. Біз сатып алғалы отырған қондырғы соңғы үлгіде шығарылған. Әрине ол кәсіпорнымыздың дамуына және өнім көлемінің артуына сеп болады. Мемлекеттің қолдауының арқасында өндіріс орны табысты жұмыс істеп дамып келеді. Мұнда 2015 жылға дейін тапсырыс беріліп қойған. Қазір кәсіпорын өндірісті ұлғайтып, өнімнің сапасын арттыруға, жаңа технологияларды игеруге мән беріп отыр. Зауыт өнімділік 2020 бағдарламасына қатысуда. Программа производительности. Өнімділік 2020 бағдарламасының басты пайдалы тұсы пайыздық өсімі аз несиенің берілетіндігі. Бұл бүгінгі күні кез келген өнеркәсіп саласының дамуына жағдай жасайтын фактор. Бұл өндірісті жаңартуға, өнімділікті арттырып, энергия шығынын азайтуға көмектесетін бағдарлама. Бағдарлама кәсіпорындарға бірқатар қолдау шараларын іске асыруды көздейді. Мұнаймаш зауыты да сол мүмкіндіктерді кеңінен пайдаланбақ. Там есть бағдарламада ақшалай қаражаттың қайтарымы болуы да ойластырылған. Құжаттарды әзірлеуге кететін шығынның тең жартысын мемлекет көтереді. Ал тиісті органдардың мақұлдауын алып жатса, кез келген кәсіпкер бағдарламаның шарапатын көре алады. Талап етілетін құжаттар да көп емес. Биыл кәсіпорын өндірісін жаңартып жатқан жағдайда өнімдерін Ресей, Әзербайжан және Өзбекстанға да саудалайтын болады.